Халыққа айтқандай Тредсте таныстым. Тредсте таныстық. Енді әртүрлі бағытта іздеу сол 2020 жылдардан бастадық қой енді. Біреулер таныстырады, болмайды, былай танысасың, болмайды. Содан кейін Threads деген қосымша пайда болды. Соны былай зерттеп, қарап жатқан кезде өзіме кішкене ұнайтындай бір аккаунттарды қарап жатқан кезде Threads'ның өзі маған кімді ұсыну керек екенін түсіне бастады. Сонымен, в общем, тек қана сол оралған қыздар шыға бастады бірден кейін бірі. Содан кейін ассалаумағалейкум, вы замужем деп аккуратно сұрайсың. Я десе сразу жоламайсың ол жерге. Егер қарай енді уже несіне байланысты ғой. Ал бұл сұхбатта енді сразу бірден бастадық та әңгіме деген кетті. Таңға дейін. Содан кейін сол бір апта өтті, 2 апта өтті, 2 аптадан кейін мен өзі сол ол қыз Астанадан болады. 2 аптадан кейін мен Астана қаласына барып, туған ағасымен танысып, ағасының алдынан өтіп, өйткені әкесі қайтыс болған 2016 жылы. Үйдегі үлкен енді шешім қабылдайтын ағасы болғаннан кейін ағасынан алдынан өтіп, сөйлесіп, келісіп, ары қарай уже сол жоспарлай бастадық. Негеміз қашан болатын, ұзату, сондай сияқты. Дәурен мен Жұлдызды қандай құндылықтар қосты? Сұрақ жақсы. Мен 2020 жылы сұхбатта хиджабтағы қызды іздеп жүрмін деп айттым ғой. Кейіннен ол кішкене характеристика кішкене өзгерді. Өйткені мен түсінгенім тек қана сол хиджаб басты себеп болмайды адамның жүректе қандай болатыны. Как раз таки сол жүрек қандай болатыны сол байланысты. То есть, мысалы, егер ол қыз жақсы тәрбие алса, даже намаз оқымаса да, тәрбие жақсы алса, оның дәрежесі әлдеқайда жоғары болуы мүмкін сол намаз оқыған адамға. Және де оған сол намаз туралы, тағы басқа ілімдер туралы түсіндіру, және оны түсіну әлдеқайда несі көбірек, мүмкіндігі ма, қалай айтсам болады. Сол себепті мен сол нәрсеге көп назар аудара бастадым.